Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Астана қаласындамын. Өзімнің қазір тұрып жатқан қаламда Қазақстан кубогы ерлер арасындағы керемет жарыс, жекпе-жек сарайы арнайы осы үшін жарыс паркетті тестірді. Бұл тарихта алғаш рет. Мен телеграм арнамда жаздым, бұл туралы оқып кетіңіздер. Телеграм арнама тіркеліп. Міне енді Астанада үлкен волейбол осындай керемет алаңда. Бұл өте керемет жетістік, және бүгін біз екінші ойын күні. Қазір 8 команда 2 группаға, 2 топқа бөлінген. Солардың ойындарын тамашалайтын боламыз, және міндетті түрде финалдық ойындардан осындай тамаша влог түсіретін боламыз. Ендеше біздің арнаға тіркеліп, бүкіл волейболдағы соңғы жаңалықтарды біліп отырыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Жаңалық көп, инсайт көп. Лайк басып тіркеліп, егер сіз осының барын істеген болсаңыздар, қарайық. Бүгін дерби. Бүгін батыстық дерби, Атырау және Ақтөбе, және Жетісу мен Жайық арасындағы екі керемет ойынды көреміз. Астана. Кеттік. Құрметті көрермендер, бірінші басты жаңалық мына Терафлексті қараңыздар. Әлем чемпионатында, Азия чемпионатындары осындай Терафлекс төселеді, және бұл Терафлексті Қазақстанға алып келген міне осы адам Мейірбек Нұрғоспанов. Мейірбек Мұсабекович, Терафлекс қайдан тауып алдыңыз, соны айтыңызшы маған. Франциядан келді. Брат, Франциядан келді Терафлекс. Свежий, доставленный. Клен, дуб, ну и синяя окантовка. Мен қателеспесем, бұндай Терафлекс осы жылғы әлем чемпионатында болды, Әлем чемпионатында болды, ұлттық лигада болды, әлем чемпионат, олимпиада ойындарда болды, азияский чемпионаттарда болды қазір. Қазір ана ескі түстерден кетіп барады осыларға. Әдемі, міне, көрдіңіздер ме? Қараңыздаршы. Ал енді мына жазуға назар аударайық, құрметті достар. Бекерден бекер Терафлексте және міне пресс-стенада Халық банк деп жазылмаған. Федерация мен ақпаратым бойынша Халық банкпен жақын арада меморандумға қол қояды ресми түрде. Және Халық банк біздің волейболға 1 миллиард теңге ақша бөледі. Вау, 1 миллиард теңге волейболға енді бұл өте көп. Бірақ бұл ақша енді ұлттық құрамаға және осындай жарыстарды ұйымдастыруға жұмсалатыны анық. Және тағы да бір инсайт болсын, бірінші транш түсіп қойыпты, және сол ақша, бірінші транш ақшасы федерацияның қарыз жабуына кеткен екен. Демек, жаңағы ойыншылар, жұмыс істеген бапкерлер 2022, 23, 24, 25 жылдары өзінің жаңағы жалақысын алады екен. Міне, демек өте керемет жұмыс. Халық банк сізге мың алғыс. Сіздер туралы енді көп айтатын боламыз. Үміт Шаяхметов, мен жалынмасам, Халық банктың бізде председатель правлениясы, бұл кісіге де мың алғыс. Қазақ волейболын жалпы көтеретін адамдарға мен өзімнің шексіз алғысымды білдіремін. Енді менің сүйікті банкым ол Халық банк болады. Енді мына атмосфераны жеткізу өте қиын. Шын қуанып тұрмын Қазақстанның волейболы осындай деңгейге жеткеніне. Бұрыннан бері айтып жүр ғой, бүкіл ойындар осындай паркетте, осындай залда өтуі тиіс, ұйымдастыру топ. Және мен Игорь Никольченкомен де сөйлестім, ол айтады, соңғы рет 2018 жылы Алматыда Балуан Шолақ спорт сарайында осындай жарыс өткізілген болатын. Ол жерде ұлттық құрама ойнаған еді. Ал қазір енді 6 жыл өткеннен кейін осындай жарыста мен үшін бас бапкер болып команданың ойына қатысу бақыт деді. Енді Никольченко секілді мықты бапкер осылай айтып отса, білмеймін. Бұл енді жастарымызға деген, қазір ойнап жатқан командалардың жастарына деген өте қатты сенім. Оларға да өте қиын, олар толқып отыр, көбісін көрдік. Көбісі енді мынандай паркетте бірінші рет ойнап жатыр, давление, қысым бар. Бірақ енді осыған біз үйренуіміз керек. Бұландай бір прикол болады ғой, базовый
минимум бірдеңке максимум деген секілді. Бұл базовый минимум болуы тиіс біздің чемпионатта. Сол кезде біздің волейбол дамиды. Кеттік. Енді бұл волейболға күшті лауазымы бар біздің шенеуніктер келсе, соңында 18 желтоқсанда барлықтарыңыз келіңіздер финалдық ойындарда, мысалға министрлер де келеді дейді, олар жаңағы қатысады дейді церемония награжденияға. Сол себептен Inside Volleyball Insvolley KZ сайтына кіріп, бүкіл ақпаратты алып, сол жерде бүкіл күнтізбе жарияланады. Қараңыздар, келіңіздер, бала-шағаңызбен келіңіздер. Атмосфера осы керемет, Қазақстан волейбол жасасын. Біз сол үшін ары қарай еңбектенеміз. Мақсат Абенов, Мәке, сіз ұлттық дәрежедегі төрешісіз бе, әлде ондай деңгейін жоқ па әлде? Деңгейі енді болады, Құдай қаласа. Уақыты кеп тұр, документтер тапсырып алу керекпіз. Міне тағы да бір инсайт. Сосын жалпы қалай жарыс сізге? Не деп жатыр командалар? Өзіңізге ұнап жатыр ма? Командалар өте жақсы деңгейде деп жатыр. Бәрі таңғалуда, Терефлекстен бастап жарық ұйымдастыру барлығын тек жоғары деңгейде деп жатыр. Спорт телеарнасының комментаторлары Алтын Дауыс Әсел Әбілбек және Фархат Қаналы Осағай, және бұл жерде орыс тілінде жүргізетін комментатор Александр Оленький бар. Александр, это самый лучший турнир в твоей волейбольной карьере комментатора? Он единственный. Я не знаю, с чего выбирать. Только сравнить с Олимпийскими играми можно. Ну ты там не комментировал? Почему Олимпиаду комментировал? Вживую, я имею в виду, с места. Это вообще мой первый волейбол вживую комментирую. Какие эмоции? О, ну классно. Когда все вживую видишь, совсем по-другому смотришь, не как это по экрану. Поэтому всегда говорил, что есть такие виды спорта, которые лучше работать вживую и с места событий. Кто твой фаворит этого кубка? Ой, я не знаю даже. Потому что, во-первых, это кубок, да, кто-то может, ну, как проходной для себя турнир сделать, опять же. Кто-то может не сделать на него ставку. Ну, я думаю, все те же, кто сейчас в лидерах чемпионата идет, наверное, и являются главными претендентами. Көрермендер, қараңыздар, қазір осы үлкен кубқа бейне қайталау шығарылады, және доп қолға тиді, демек бұл Атырау пайдасына еншіленетін ұпай. Міне осы челлендж осы үшін керек. Тамаша. Осындай әндер болу керек жарыс барысында. Алғашқы күндері басқа тілде, яғни орыс тілінде түсіналмайтын әндер болған. Өзіміздің қазақтың жігіттері, рух деген әдемі әндер тұрған кезде, білмеймін, ерекше шабыттандыратын әндер деп ойлаймын біздің қазақтың жігіттерін. Сондықтан қандай жарыстарда болмасын, дәл осындай әндер қойылса күшті болады. Ағылшын тілінде болса да қарсы емеспін негізі. Новичок команды «Жайық» Никита, представляли ли вы, что чемпионат Кубка Казахстана проходит в таком формате? Нет, я всю жизнь играл в Суперлиге в российской, и там игры, конечно, были раз в неделю. Здесь что-то новое, интересно. Нужна хорошая физика и атмосфера в команде, чтобы выдержать такой промежуток большой, высокий. Как вам атмосфера Кубка Казахстана? Я только второй день здесь нахожусь, пока приятно, хорошие условия. Вроде как люди есть, хотелось бы, конечно, больше, чтобы фанатов, болельщиков было, но пока все нравится, все устраивает. Лично для себя какие задачи ставите в Казахстане? Только чемпионство, первое место, больше никаких. Удачи вам. Спасибо.
тағы да бір өзіме ұнаған тұсы музыка. Қазақша әрлендіруде жалпы біздің бүкіл ойындарда, турларда, басқа да турнирлерде музыка сирек қойылады ғой, бірақ осы кубокта міне музыкаға өте көп мән берді, және бұл жай ғана музыка емес. Мысалға былтырлар Өскеменде өте күшті әнмен әрлендіру болды, бірақ ол әндер орысша, ағылшынша болды. Ал кубоктан міне осы ойындағы әндері мына жігіт Ислам Мұхаммедов қазір тағы бір ән қосады. Алға қазақ жігіттері міне Айдар Тұрғанбектің хитін қосты. Тамаша рух береді, тамаша мәдениет қалыптастырады. Бізде күшті өлеңдер көп, рух беретін, жігер беретін. Сондықтан да осы тұстан да бізге жұмыс жасау керек, әлі де басқа өнерлерге осындай өзіміздің қазақи әуендерді дәріптесек, меніңше нұр үстіне нұр болады. Достар, міне осындай мереке, барлығы бір-бірімен фотоға түсуде, барлығы мәз. Волейбол бұл бүкіл спортшыларды, жанкүйерлерді біріктіретін күш. Осындай ойындар, осындай турнирлер көп болсын. Осымен бүгінгі біздің влог аяқталды. Ақтөбе 3-1 есебімен Атырауды жеңіп, өз тобында бірінші орынға ие болатын сияқты. Ендеше плей-оффта кезігеміз 18 желтоқсан күні бұл жерде керемет атмосфера болады. Міне қараңыздар, Айбат әлі күнге фотоға түсуде. Жанкүйерлермен 18 желтоқсанда дәл осы жекпе-жек сарайында таңғы 11-ден бастап керемет финалдық ойындар. Келіңіздер, Қазақстан волейболын бірге дамытайық. Inside волейбол кезінде сіздермен әрдайым бірге.